Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше етті бәліш дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қамыры өте песочный, яғни үгітілмелі болып шығады. Ең сәтті рецепттердің бірі, сіздерге де міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Пирогымыздың ең алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін таза құрғақ ыдысымызға бір жұмыртқа және де оның үстіне тұз салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін оның үстіне қаймақ және де ерітілген сары майды салып, тағы да араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін алдын ала електен өткізілген ұнымызбен қопсытқышымызды араластырып дайындап қоямыз. Енді қоспамыздың үстіне 2-3 бөлікке бөліп қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз өте нәзік, жұмсақ және де кішкене қолға жабысқақ болып шығады. Барлық қоспаларымызды қосып, қамыр илеп болғаннан кейін, қамырымызды пакетке салып, холодильникке 20-30 минутқа қалдырамыз. Сонда біздің қамырымыз өз формасын жақсы ұстайтын болады. 20-30 минут уақыт өткенше біз салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тартылған ет, картоп және де пияз қажет болады. Оның үстіне тұз салып және де сұйық майды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді қамырымызды тоңазытқыштан шығарамыз және де оны 2 бөлікке бөлетін боламыз. Біреуін үлкен, ал екіншісін кіші етіп бөліп аламыз. Бөліп алған қамырымызды осылай домалақтаймыз, оны оқтаумен жайып шығамыз. Қатты жұқа етіп жаюдың қажеті жоқ, дәл осы видеода көрсетілгендей етіп жайып шықсаңыздар болады. Жайып алған алғашқы қамырымызды, яғни үлкенін, осылай бүктеп шетке алып қоямыз. Енді екінші кіші қамырымызды дайындайтын боламыз, яғни жайып шығамыз. Міне енді менің 2 қамырым да дайын болды, оның ішіне салмасын саламыз. Алдын ала осылай противенді дайындап қоямыз. Пергамент қағазын қолдансаңыз да, қолданбасаңыз да өздеріңіз білесіздер. Осылай қамырымызды орналастырып, оның үстіне салмамызды салатын боламыз. Салмамызды осылай қасықтың көмегімен барлық жеріне жеткізіп салып шығамыз. Салмамызды салып болғаннан кейін екінші кіші қамырымызбен осылай бетін жабамыз. Шет жақтарын өріп шықсаңыздар болады, немесе жай ғана түйіп шықсаңыздар болады. Мен осы видеода көрсетілгендей етіп, жан-жағын түйіп шықтым. Пышақпен осылай ортасын тесеміз. Және де жұмыртқаның сарысын барлық жеріне жағып шығамыз. Сонда біздің пирогымыз өте әдемі болып шығады. Пирогымыздың бетіне жұмыртқаны жағып шыққаннан кейін қалауыңызша кунжут, мак қолдансаңыздар болады. Мен осылай кунжут және де тмин пайдаландым. Дайын болған пирогымызды енді қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Осымен біздің өте дәмді, қамыры ерекше, песочный болып шығатын етті бәлішіміз дайын болды. Сіздерде міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін, дәмі ерекше болып шығады. Каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген ерекше, өте дәмді және де үй жағдайында
тез жасалатын рецепттермен бөлісетін боламын.